Вот, осы Сарыағаш қаласының тұрғынысың ғой? Иә. Жасың нешеде? 20-да. Мико, яғни Мұрат, Диас деген жігіттер танисың ба? Танимын. Қандай жағдайда таныстың? Мектеп кезінен бастап танимын. Ал сенімен оларды не байланыстырды соңғы кездері? Соңғы кездері займ кредитсіла байланысты болды. Қашан сен займ алып бердің ба оларға? Иә. Айтып берші сол оқиғаны. Олар оны сағат 1:30-1:35-те маған келді олар. 10 ақпан күні келді. Иә, оны. Сосын Олар телефонды берді, жұмысқа не қылып берем деп. Керекті құжаттарды жіберем деген кейін бердім. Сенен кім телефонды сұрады? Мұрат алды менен. Телефонды бердің? Иә. Қандай мақсатта бердің? Жұмыстың несімен. Сені осы телефон арқылы жұмысқа орналастырып берем деді ма? Иә. Құжаттарды жіберем деген кейін. Сен сендің ғой енді? Иә, жарайды деп бердім. Сосын? Одан кейін кешке жағын кетіп қалдым мен. Телефон соларда қалды? Жоқ, менімен кетті. Телефон сенімен кетті? Иә, кешке жағын мен өзім кетіп қалдым олардан. Сосын кешке жағын кіріп қарасам, зайым анау несін апсылапты. Қараш, сен телефонды бердің ғой? Иә. Сен телефонды берген кезде олардың қолында сен телефоның болды. Иә. Сен сол кезде қайда болдың? Солармен бірге. Жанында болдың. Бірақ телефонды олар шұқылап жүрді. Иә. Сол кезде займ алып жүрген ба? Иә. Қандай займ алыпты? Оның аты біреу 365, екіншісі кредит плюс болсын. Қанша сома алған? Біреуінен кірген кезде кеше 54 мың теңге не алған. Алған? Пенесіме 54 мың теңге болған. Жалпы сомасы қанша алған? 120 мыңда алған. Біріншісінен, е? Екіншісіне? Екіншісіне 11-не Каспийден алды, рассрочка. Қараш, 10 күні алған, одан кейін 11 қайттан алды ма? Рассрочка өзім төлеп берем деген кейін. Оны қараш енді міне, 10 күні бір несие алады, зайым, 11 күні қайттан келе ме үйге? Олар мен жұмысқа кетіп жатқан кезде жолдан алып кетті. Сені? Кім? Сол екеуі, Мұрат пенен Диас. 10 күні де екеуі болды, 11-де екеуі болды ма? 11 күнгі оқиғаны баяндап берші, келді, жұмыстан алып кетті сені. Жоқ, жұмысқа кетіп жатқам дүйсен базардан. Солар келіп алып кетті. Содан кейін Халық банктің жанында тамақ ішетін жер бар. Сол жерден тамақ алдық та, сол жерде алды менен. Тамақты кім алып берді? Сол Мұрат алды. Сосын рассрочка алып тастады. Сенен сұрады ма телефонды? Иә. Айтты ма мен қазір рассрочка алам деп? Рассрочка шыға ма деп сұрады. Мен айттым, жоқ шықпайды дегенін. Сонымен біреуге замдып сөйтіп алып алды. Сенен сұрады ма мен рассрочка алайын сенің телефондан деп? Сен не дедің? Шықпайды, бәрі бермейді деп қайтып алып атқаным, қазір тоқтайды деп өзі алып алды. Сосын рассрочка шықты ғой міне деді ма? Иә. Қанша шығыпты? 180 мың теңгеден шыққан. Сосын сенің әрекетің қандай болды, реакцияң қандай болды? Қашан төлеп бересіз деп жүрген едім, 17-сіне төлеп берем деді. 17 төлеп берем деді? Ақша түседі деді маған. Содан кейін жүрдім. Сені осы аралықта бір қорықты бүркітті ме? Жоқ. Не үшін сен оған телефоныңды беріп, не үшін рассрочка алдырдың? Ол жұмысқа деп алған кейін, екіншісін сосын төлеп берем деген кейін не oldu? Жақсы, 17 күні төлеп бердің ме? Төлеп берген жоқ маған. Сен 17 күні оларға айттың ба төлеп бер деп, 17-сі болды ғой міне деп? Иә. Сосын ары қарай не болды? Одан кейін олар 20-сына төлеп бердім, менің қазір ақша түспей жатыр деді. Сонымен 3 күн өтіп 20-сы болды. Иә. 20-сы күні не болды? 20-сы күні маған замдады, мына магазин алдына шығып тұр деп. Қай магазин алдына? Сәмера магазин алдына. Ол сен үй жағында ма? Иә. Сосын шығып тұрдың ба? Шығып тұрдым, сосын шыққан соң өзіміздің ауылда пейнтбол ойнайтын жер бар. Пейнтбол? Атыс қой, иә? Атыс ойнайтын жер. Сол жерге барып отырған едік, маған айтты, самалды бір адам тұрады, соған барып төлейміз деді. Жасұлан дейтін баланы айтты, бір бала келсін деп. Сосын маған одан алдын айтып отқан еді. Не деп? Сол самалда бір адам тұрады деп, бұныңға светінің несі бар. Сосын сен жаңағы дүкеннің алдына бардың, олар келді ма? Иә, машинамен келді. Кім келді? Сол екеуі келді, Мұрат пенен Диас. Жасұлан болды ма? Жоқ. Жасұлан болмады ма? Сол пейнтбол жақта күтіп отырған кезде Жасұлан келді де, мен сосын түсіп кетіп қалдым үйге. Сен неге кетіп қалдың үйге? Ол самал деген кейін сет жақ болған кейін. Қорықтың ба? Иә, сет жақ болған кейін. Сен Жасұланды көрдің ба сол күні 20-сы күні?